әріптестер, бүгінгі дарынай жобасында менің қорғайтын жобам AI Pronunciation Coach деп аталады. Ағылшын тіліндегі әріптерді және сөздерді дұрыс дыбыстауды дамытуға арналған G платформасы. Бұл жоба оқушылардың ағылшын тіліндегі әріптер мен сөздерді дұрыс дыбыстау мәселесін шешуге бағытталған. Проблема: оқушылар сөздерді қате айтады, қиын дыбыстарды дыбыстауға қысылады, сөйлеуден қорқады, мұғалімнің уақыты әр оқушымен фонетика бойынша жұмыс істеуге уақыты жетпейді. Ауыл және ауылдар мектептерінде оқушылар ағылшын сөздерін қате айтып сөйлеуден қашады. Мысалы, мына көріп отырғандарыңыздай таблицада дыбыстарды, сөздерді айтудан қысылады. Қазір оқушылар осыны өздері оқып тексеріп көреді. Яғни демо нұсқасын тексеріп көреді. Бізде жасанды интеллекттің демо нұсқасы. Қане бәріміз бірге тексеріп көрейік. Бұл сөз тинг деп оқылады. Жоқ, бұл оқылуы дұрыс емес. Дұрыс оқылу нұсқасы think. Think. Қане менімен қайталап көр. Think. Think. Сөз rich деп оқылады. Жоқ, бұлай оқылуы дұрыс емес. Дұрыс оқылу нұсқасы right. Right. Қане менімен қайталап көр. Right. Right. Бұл сөз Пасифик океаны деп оқылады. Жоқ, бұлай оқылуы дұрыс емес. Дұрыс оқылу нұсқасы Pacific Ocean. Pacific Ocean. Қане менімен қайталап көр. Pacific Ocean. Pacific Ocean. Pacific Ocean. Бұл сөз knol деп оқылады. Жоқ, бұлай оқылуы дұрыс емес. Дұрыс оқылу нұсқасы now. Now. Қане менімен қайталап көр. Now. Үшінші слайд. Жобаның мақсаты. Мақсаты дыбыстауды автоматты тексеру, қате мен дұрысты салыстыру, оқушыға кері байланыс беру. Жобаның мақсаты жасанды интеллект арқылы оқушылардың дыбыстауын тексеру және дамыту. Бұл схема қалай жұмыс жасайды? Процесс: оқушы сөйлейді, жасанды интеллект тексереді, аудиомен қайталайды және оқушыға кері байланыс береді. Оқушы бірден кері байланысты алып, бірнеше рет қайталау арқылы үйренеді сөздерді, дыбыстарды. Нәтижесінде дұрыс дыбыстау, сөйлеуге сенімділік артады, мұғалімнің уақыты үнемделеді. Нәтижесінде оқушылардың сөйлеу дағдысы жақсарады. Қорытынды: AI Pronunciation Coach ауыл мектептері үшін тиімді шешім. Рахмет.